Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеоны өзімнің көрерменіме арнап шығардым. Қалай іш өткенді тоқтатамыз деген сұраққа жауап беретін боламын алдағы уақытта. Бұл видеода қалай іш өткенді тоқтатуға, үй жағдайында тоқтатуға болатынын көретін боласыздар. Ол үшін біз крахмал аламыз, картоптың крахмалын және 1 стакан су, бір қасық крахмал аламыз. Оны кесеге салып алып, кеседен аламыз. Видеоны жалғастырмас бұрын лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар достар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, жалғастырамыз. Крахмалды алып, картопты крахмалды алып, бір үлкен қасықпен стаканға саламыз. Және де ол стакан үстіне салқын емес, қаттысы емес, жылы су құямыз. Бұл қоспаны дайындаған бойда ішіңіздер. Іш өтуді тоқтатады және ішектегі микрофлораны қалпына келтіруге көмектеседі. Міне біздің қоспамыз дайын болды. Осы қоспаны іш өткен кезде сол күні ішіп аласыз. Бұл қоспа барлықтарына жарайды, балаларға да, аяқ ауыргеншектерге де ішуге болады, үлкен кісілерге де ішуге болады. Ішіңізді өтіп жатса бірден тияды. Яғни бұл дәрілік өнім емес, үй жағдайында кәдімгідей қолданып жүрген крахмал. Іш өтудің дәрілік емі левомицетин. Егер дәріні қолданамын десеңіз. YouTube'да қазақша контенттер аз, сондықтан да қазақша контенттерді қолдап кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, және бір-бірлеріңізге жіберіп, олар да біліп жүрсін, достарыңызда. Сау болыңыздар.